Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері елесінде сақталған бір туар перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуі тиіс. Нұрсұлтан Назарбаев. Биыл жауын жақсы болып, Боралдайдың бойы шалғынға бай. Ата, анау Қостыраның ар жағындағы тау. Не тау? Ол Қаратау деп аталады. Қостыра Қаратаудың бір саласы. Расында түсі қаралау екен. Аталарымыз қалай дәл қойған? Қарағым, қазақта жердің атауы тегін қойылмаған. Әрқайсысы тарихтан сыр шертеді. Олай болса, біздің аудан не үшін Бәйдібек деп аталады? Ол кім сонда? Балам, ендеше тыңда. Бәйдібек бабамыз мына қазақ даласы тудырған ұлы адамдардың бірі болған. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Уағалейкум ассалам. Жақын жерде ел жоқ. Айдалада неге жүрсіз? Жаяу екенсіз. Тағдырдың жазғаны да шырағым. Су ішіңіз, ақсақал. Суың аз екен. Жол алыс, өзіңе керек болар. Ештеңе етпейді. Алыңыз. Енді атқа отырыңыз. Мен жетектейін. Өзіңше? Мен жаспын ғой. Сіз қариясыз. Мініңіз. Есімің кім, қарағым? Бәйдібек. Жомарт, мейірімді бала екенсің. Ер батамен көгереді. Жай қолыңды. Ұрпағың сенің көп болып, кең даланы жайласын. Қот береке үзілмей, басынан бақ таймасын. Жолбарыстай рухы бар ата-баба әруағы әрқашан сені қолдасын. Әумин. Әумин. Рахмет, ақсақал. Мынау қайда кетті? Сен көрмедің бе? Әлде Қыдыр ата болды ма екен? Қызық екен. Чу, жануар, чу! Сап, тұлпарым, сап! Көрсетейін мен сендерге. Чу! Келіңдер. Көрсетейін мен сендерге. Қайда барасыңдар? Міне, осындай жомарт, мейірімді мінезі мен өжет рухының арқасында жас Бәйдібек ел арасында беделді азаматқа айналып, үлкен дәулетке ие болады. Келе-келе ел ағасына айналған ол, өзінің даналығымен ел даузына қаратып, билік айтып, Бәйдібек би атанады. Бәйдібек би, мына жалшыны өзім асырап, киім кигізіп өсірген едім. Енді менен ақыдам етеді. Аяққа кісен салуға болар, қолға кісен салуға болар, ал тілге кісен салуға болмас. Сөзінде айт жалшы бала. Байекеңнің асырағаны рас, бірақ мен күн демей,
Tün demey neşe жылқысын бақтым. Шашау шығармадым. Ошағының оты болып жанып, күлі болып шықтым. Бияға, ендігі төлелігін өзіңіз айтыңызшы. Әл сізге араша болмасақ, билігіміз қайда? Әділдіктен бейге ештеңе жоқ. Аққа қашан да Құдай жақ. Бай, сенің жалшыға атақысын беретін жөнің бар. Кесім осы. Көндім. Рахмет бияға. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Жол болсын. Алыстан келем. Ел аралап, игі жақсылардан бата жинап жүрмін. Бәрекелді, жаста болсаң талабың үлкен екен. Рахмет ағасы. Мынау кімнің жері? Бәйдібектің жері. Мынау даланы толтырған кімнің малы? Бәйдібектің малы. Бәйдібек мұндай малға қалай еге болған? Ол кісіні Қыдыр әлеке әссәләм қолдаған. Өзі жомарт, кең адам. Бұл малдың аты Бәйдібектікі болғанмен, заты елдікі. Сол үшін малына құт береке қонған. Олай болса мен іздеген адам Бәйдібек екен. Сол кісінің батасын алайын. Жолың болсын. Рахмет аға, амандықта көріскенше. Ханем, шақырған екенсіз, келдім. Иә, тыңшылардан хабар келді. Ойраттар бізге қарай жорыққа шығыпты. Ханем, ұрысқа дайынбыз. Айқастың болары белгілі ғой. Айтарым енді, сенің сыналар кезің келді. Қолды өзің бастап барасың. Енді мына елге де, ордаға да өзің еге бол. О не дегеніңіз, ханем? Бұл менің ғана емес, елдің сенімі. Жортқанда жолың болсын, Бәйдібек. Рахмет, ханем. Ассалаумағалейкум аға. Бәйдібек аға, бүгінде атыңыз ен даланы аралап жүр. Сол үшін өзіңізден баталуға іздеп келдім. Бәрекелді. Жауын мен жер, бата мен ер көгереді. Ниетің ақ екен. Бірақ біз жауға қарсы жорыққа шығамыз. Бәйдібек аға, әскеріңіздің қатарынан табылу мен үшін мәртебе. Қатарға қосуыңызды сұраймын. Жай қолында. Әкенің емес, бүкіл елдің баласы бол. Ағайынның емес, бар халықтың панасы бол. Көргені көп, көш бастайтын данасы бол. Аумин. Аумин. Рахмет аға, сеніміңізді ақтаймын. Ендеше ұрысқа дайындаламыз. Ва! Көк тәңіріңнің ұлдары, ел басына күн туды. Осындағы үйсім бар, қазғұртты жайлаған қаңлы, шанышқылы жұртым бар. Азулы арғын, қарағаштай қалын найман, сүйхундағы қоңырат. Бірлігімізді дәлелдейтін кез келді. Сен қоштасаң, мен бастауға дайынмын. Ей, Бәйдібек! Сөзге ұста екенің көрініп тұр. Енді іске көшейік. Шөк жекпе-жекке Қаратаудың етеген қанға бояймын. Кел ендеше, шу жануар.
Dur, алға! Міне, бүгінде қазақ шежіресінің сан түрлі тармақтары сол Бәйдібек бабамыздан тараған. Бәрі де қазақ шаңырағының бір-бір уығы десе болады. Ата, олай болса ауданымыздың аты Бәйдібек деп өте дұрыс қойылған екен. Әрине, 1996 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев арнайы жарлығымен ауданымыздың атын Бәйдібек деп белгіледі. Оңтүстік Қазақстан облысының Алғабас ауданының аты Бәйдібек ауданы болып өзгертілсін. Бәйдібек бабаның өмірі осылайша ел жадында сақталып, кейінгі ұрпаққа үлгі болуда. Бұл сенің тарихың. Тарихыңмен мақтана біл, балам. Керемет. Түсіндім, ата.